Қайырлы күн! Бүгінгі қарастыратын сабағымыз оқу әдістемелік құралдарын сараптау модуліне арналады. Нақтырақ айтқанда, модульдің баптауларына тоқталамыз. Ол үшін жүйенің әкімшілік бөлімінен рөлдер редакторы бөлімін таңдаймыз және де өзімізге қажетті рөлге модулімізді қосамыз. Өзімізге қажетті рөлді таңдадық. Келесі модульдерден өзімізге қажетті модуль ол оқу әдістемелік құралдарының сарапшысы. Қажетті модульді қосып сақтаймыз және де редакциялау мәнін береміз. Келесі кеңейтілген құқық бөлімінде бұл модульге баптаулар жасайтын қызметкерлер үшін модульдің баптауларын жасауға рұқсат беріп сақтаймыз және де шектеулер жасай аламыз, яғни факультет және кафедра бойынша шектеулер қою арқылы біз баптауларымызды сақтаймыз. Осындай ретпен жүйенің әкімшілік бөліміндегі баптауларымыз жасалады, яғни бұл модульмен жұмыс жасайтын қызметкерлер үшін рөлге оқу әдістемелік құралдарының сарапшысы модулі қосылатын болады. Ары қарай баптауларымызды жүйенің тұтынушы интерфейсі бөлімінде жалғастырамыз, яғни бұл бөлімде мәзірлерден жоғары оқу орнының оқудан тыс қызметтері бөлімінен оқу әдістемелік әдебиеттерінің сарапшысы бөлімін таңдаймыз. Бұл бөлімде реттеулер және де қосу бөлімдері қарастырылған және де сұрыптама жасау арқылы қарастыруымызға болады. Келесі реттеулер батырмасын таңдау арқылы біз өзімізге қажетті оқу жылын қоса аламыз. Ол үшін қосу батырмасын таңдаймыз және де қажетті жылды таңдап сақтаймыз. Немесе жылдардың тұсында бізде көшіру мәні қарастырылған, яғни көшіру батырмасын таңдау арқылы келесі оқу жылға осы баптауларды көшіре аламыз. Келесі таңдалған оқу жылымызды таңдаймыз. Бұл бөлімде келесі ақпараттар қарастырылған, яғни авторға бекіткен адамдарының сарапшыларының толық аты жөндерін және де қоса берген құжаттарды көрсетіңіз мәнін қоятын болсақ, онда автор сол сарапшылардың ақпараттарын көре алатын болады. Келесі өзгертулердің рұқсат етілген ең көп саны, яғни автор үшін қанша рет біз өзгертуге рұқсат береміз, сол мәнді көрсетеміз және де жүктелетін құжаттардың көлемі қандай болу керек, сол көлемді көрсетеміз. Бұл көлем бізде мегабайтпен өлшенетін болады. Келесі сақтаймыз. Келесі қосу батырмасын таңдау арқылы кезеңдерді қосамыз. Яғни бізде бұл жерде бір кезең қосылып тұр, яғни бұл кезеңді таңдайтын болсақ, бұл жерде кезеңнің атауын үш тілде көрсетеміз. Келесі үйлестірушінің рөлі, яғни бұл жерде бізде жоғары оқу орнының қызметкері, кафедра меңгерушісі және де факультет деканы деп қарастырылған. Өзімізге қажеттісін таңдаймыз. Егер де бұл жоғары оқу орнының қызметкері болса, тізімде жоғары оқу орнының қызметкерлерінің тізім шығады. Өзімізге қажетті қызметкерді таңдаймыз. Келесі осы қызметкерлерге қандай құқықтар береміз, соны көрсетеміз. Яғни автор жүктеген әріптестерінің шолу есептерін көруге рұқсат ету. Келесі сарапшыларды тағайындауға рұқсат беру, яғни қызметкеріміз қосымша сарапшыларды тағайындай алуға мүмкіндігі болу керек болса, онда осы сарапшыларды тағайындауға рұқсат береміз. Келесі автордың жұмысын қабылдамауға және қайта жіберуге рұқсат беру. Келесі жұмыс кезеңдерінің мәртебесі туралы хабарлау және де шығарманы жариялау туралы шешім қабылдауға рұқсат беру. Келесі автордан мақұлдау алдында плагиатқа қайта тексеруді сұраңыз. Яғни плагиаттық жұмысқа қайтадан тексеру қарастырылған жағдайда осы мәнді көрсетеміз. Келесі бұл үйлестіру кезеңі қолданыста болу үшін пайдаланылады мәнін қойып сақтаймыз. Келесі кезеңді қосуымызға болады. Ол үшін қосу батырмасын таңдаймыз және де үш тілде атауын толтырамыз. Және де келесі үйлестірушінің рөлі бөлімінде біз бұл жерде кафедра меңгерушісін таңдайтын болсақ, бұл жерде қызметкердің атауын таңдамаймыз, яғни оқытушының кафедрасы қай кафедра, автоматты түрде сол кафедраның меңгерушісі келісім беру тізімінде бейнеленетін болады. Бұл бөлімде де келесі ақпараттарға рұқсат береміз, яғни кафедра меңгерушісі үшін автордан жүктеген әріптестерінің шолу есептерін көруге рұқсат беретін болсақ, бұл ұяшықты белгілейміз. Сарапшыларды тағайындауға рұқсат беру ұяшығын белгілейміз. Келесі автордың жұмысын қабылдамауға және қайта жіберуге рұқсат, жұмыс кезеңдерінің мәртебесі туралы хабарлауға рұқсат, ал шығарманы жариялау туралы шешім қабылдауға рұқсат және де автордан алдын ала плагиатқа тексеруді сұраңыз мәнін бермейтін болсақ, онда бұл ұяшықтарды белгілемейміз. Келесі пайдаланылады ұяшығын белгілеп қосамыз. Яғни осындай ретпен оқу әдістемелік әдебиеттерінің сараптау шарттары бөлімінде келісім жасайтын этаптарды көрсететін боламыз. Осындай ретпен оқу әдістемелік әдебиеттерінің сараптау модулінің баптаулары орындалады. Осымен бүгінгі сабағымыз аяқталды. Сау болыңыздар.